Әйелдің көркі шаш. Шашты сәндеу де заман талабы болып табылады. Қыз-келіншектер шашты күтумен қатар сәнді көріну үшін түрлі зиянды тәсілдерді қолданады. Мысалы, шашты арнайы күйдіреді, ыстық құралдармен кептіру, бұралау секілді әдістерді де жиі пайдаланады. Соның әсерінен шаш әлсіреп сынғыш болады, серейе бастайды, өңінен айырылады. Айта берсе, күйген шаштың зардабы да көп. Шындығында, зақымдалған шашты бастапқы күйіне келтіру мүмкін емес, өйткені бұл өлген құрылым. Оған келтірілген залалды сауықтыра алмайды. Бірақ соған қарамастан, олардың сыртқы түрін едәуір жақсартуға болады. Ол үшін үй жағдайында жасалынатын бірнеше тәсілді меңгеріп алсаңыз және күтім жасауды қолға алсаңыз, сіздің шашыңыз анағұрлым жақсырақ көрінеді. Күйген шашты жұмыртқаның сарысымен қалай қалпына келтіруге болады? Жұмыртқаның сарысы бұл қымбат емес және барлығына бірде қолжетімді әрі тиімді процедура деуге болады. Жұмыртқаның сарысын зақымдалған шашқа жағу арқылы шашыңыз жалтырап, жібектей жұмсақ бола түседі. Әсерді жылдамдату үшін жұмыртқаның сарысына басқа да ас үй өнімдерін қосу арқылы маска жасауыңызға болады. Келесі лимонмен. Жарты лимонның сөлін 2 дана жұмыртқаның сарысына қосып араластырасыз да, осы қоймалжыңды шашқа жағасыз да 10 минут бойы ұстайсыз. Соңынан түймедақтың қайнатпасымен жуып тастасаңыз болады. Бұлай жасау шашқа жылтырлық береді және зақымданған шаштың жағдайын жақсартады. Майонезбен. 1 ас қасық майонез бен 1 ас қасық балды 1 дана жұмыртқаның сарысына салып араластырасыз. Сонымен қатар осы қоспаға 2 тіс туралған сарымсақты қоссаңыз да болады. Алынған қоспаны бас терісіне жағасыз да, басыңызды полиэтилен пакетімен орап, оның сыртына сүлгі жабасыз. Тек қана қиындау тұсы түні бойы ұстау керексіз. Таңертең шашыңызды жуып, соңынан қалақай тұнбасымен шайсаңыз, бұл маска шаштың көрінісін жақсартады және қайызғақты да кетіреді. Келесі пиязбен. 2 ас қасық пияз сөліне 1 дана жұмыртқаның сарысын араластырыңыз. Үстінен 1 шай қасық бал қосып, қою болса су ваннасында ерітіп аласыз. Шаштың зақымданған бөлігіне жағасыз. 1 сағатқа қалдырасыз. Пияздың иісін кетіру үшін су сабымен жуып тастасаңыз болады. Және де коньякпен. 2 дана жұмыртқаның сарысына коньяк пен суды теңдей мөлшерде араластырып қосасыз. Яғни 1 стакан коньяк болса 1 стакан суды, және одан да көп суды қосуға болады. Әр қайсысын 4 ас қасықтан. Осы қоспаны шашыңызға жағып 20 минутқа қалдырасыз. Соңынан жылы сумен жуып тастайсыз. Және де йогуртпен. 2 дана жұмыртқаның сарысына 100 мл йогуртты қосып араластырасыз. 1 ас қасық апельсин немесе лимон қабығын қоссаңыз, шашыңыз жұпар аңқып тұрады. Осы қоспаны шашыңызға жағып, жарты сағат өткеннен кейін жылы сумен шайып тастайсыз. Және де алоэмен. 1 ас қасық алоэ шырынын 1 дана жұмыртқаның сарысына қосасыз да, үстінен 1 ас қасық ерітілген бал қосып, жақсылап араластырасыз. Осы қоспаны шаш түбінен бастап ұзындығын бойлай жағып шығасыз. Басыңызды сүлгімен орап жарты сағат ұстайсыз да, соңынан жуып тастайсыз. Күйген шашты мумиямен қалай емдеуге болады? Мумия маскалары шашты нығайтады, сұлулығын қалпына келтіреді және өсуді ынталандырады. Осындай рецепттерді де қолданып көруге болады. Біріншісі сүтпен. Мумияның 1 таблеткасын 3 ас қасық жылы сүтке ерітесіз де және бірдей мөлшерде 3 ас қасық түйіршік майымен, яғни гранулированное масло мен араластырасыз. Қоспаны шаш түбінен бастап ұшына дейін түгел жағасыз да, сыртынан сүлгімен орап тастайсыз. Жарты сағат тұруы керек, соңынан түймеда қайнатпасын тұнбасымен шайып тастайсыз. Балмен. 100 мл жылы суға мумияның 8 таблеткасын ерітіп, 2 шай қасық сұйытылған бал қосасыз. Шашыңызға жағып 30 минутқа қалдырасыз да, содан кейін шайып тастайсыз. Қалған қоспаны кейінірек қолдану үшін тоңазытқышқа сақтауға болады. Күйген шашты эфир майларынан қалай емдеу керек? Эфир майларының белсенді компоненттері шашқа жан-жақты әсер етеді. Шаш түптерін нығайтуға, оларды нәрлендіруге, өсуді ынталандыруға көмектеседі және жылтыр береді. Бадам майымен. 2 бас пияз бен жарты лимонның сөлін сығып аласыз да, осы сұйықтыққа 2 дана жұмыртқаның сарысы мен бадам майын қосасыз. Шабдалы және лимон майларымен. Лимонның эфир майын 2 тамшы және шабдалы майын 2 ас қасық жұмыртқаның сарысы мен глицеринді 1,5 шай қасық барлығын қосып араластырасыз. Шашыңызға жағып 20 минутқа қалдырасыз. Розмарин майымен.
бір ас қасық балды су моншасына ерітесіз, оған 3 тамшы розмарин, хош иісті майы және балқарағай эфирін қосасыз. Шашқа жағып жарты сағат ұстайсыз. Басыңызды жылы орап, су сабынсыз жай ғана жылы сумен шайып тастайсыз. Бұлардың қайсысы өзіңізге тиімді, кез келгенін жасай берсеңіз болады. Зақымданған шашқа дер кезінде күтім қажет. Күтім көрмеген шаш түбінде қанша күтім жасасаңыз да нәтижеге жеткізбеуі мүмкін. Сондықтан қазірден бастаңыз, күйген шашты қалпына келтіруге асығыңыз. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.